Қазақстан жаңалықтары. Қазақстанда COVID-19 ауруы бойынша жаңа антирекорд тіркелді деп хабарлайды Елорда инфо сайты. Өткен тәулікте коронавирустық инфекцияның 13.874 жаңа жағдайы анықталды. Сондықтан дәрігерлер халықты мүмкіндігінше тезірек ревакцинациядан өтуге шақырады. Новости Казахстана. Новый антирекорд по заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Казахстане, сообщает сайт Елорда.Инфо. За прошедшие сутки выявлено 13 874 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Поэтому медики призывают население как можно быстрее пройти ревакцинацию. Қазақстан жаңалықтары. Қазақстанда төтенше жағдай режимі тоқтатылды, деп хабарлайды Елорда инфо сайты. 19 қаңтар түнгі уақыттан бастап Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында және Атырау, Жамбыл, Алматы, Қызылорда, Маңғыстау облыстарында төтенше жағдай режимі тоқтатылды. Новости Казахстана. Действие режима ЧП прекратилось в Казахстане, передает сайт Елорда.Инфо. С полуночи 19 января в Нур-Султане, Алматы, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях сняли режим чрезвычайного положения. Қазақстан жаңалықтары. Үй карантины 10 күнге дейін қысқарады, деп хабарлайды Елорда инфо сайты. Науқастармен байланыста болған және симптомы жоқ азаматтар карантинде 10 күнге дейін болады. Бұл ретте оларға 7 тәуліктен кейін тестілеу құқығы берілген. Егер 7 күннен кейін теріс нәтиже болған жағдайда карантинді аяқтап, жұмысқа шығуына болады. Новости Казахстана. Домашний карантин сократят до 10 дней, сообщает сайт Елорда.Инфо. Контактные и бессимптомные будут находиться на карантине до 10 дней. При этом им будет дано право провести тестирование на 7-е сутки и при отрицательном результате уже через 7 дней завершать карантин и выходить на работу.